бірақ түнімен ұйықтаған жоқ, шаршап шықты ол. Сен кеше туған күн болған ғой. Дос балдар келді үйде монополия ойнап, масқара, тікелей Инстаграмда прямойға шығып ән айтып кеткенсің ба? Реально. Что, начнем тогда? А? Все, начнем тогда? Дұрыс. Так. Что, нормально? Сейчас. Да, все, мотор, поехали. Сәлем достар, мен атым Азамат. Бұл қайшы бізде екінші шығарылым және біз бүгін өнімділік культі туралы сөйлесеміз. Аш күлер, тоқ күлер, көк күлер, жоқ күлер, сен емақ күлер, сен мамаң, майерван күлер, күн сол. Өнімділік деген сөзді естіп, құлағың қанап, что за фигня деп ойлап атсаң, асықпа. Кәдімгі өзімізге таныс продуктивность туралы, нақтырақ айтсақ, продуктивтілік культі туралы айтамыз бүгін. Дисклеймер. Бұл шығарылымға дайындалып отырып, интернеттен көп нәрсе ақтардық. Сөйтіп, Марғұлан Сейсенбайдан артық еш нәрсе айта алмайтынымызды түсіндік та, скромны одан кеңірек түсіндіруге тырысамыз деп шештік. Бұл мүмкін болса әрине. Братан, кешір, сен дәрінді ішіп қойыппын, байқамай. Алдымен не екенін түсініп алайық. Бір уақытта барлығы бір нәрсені міндетті түрде істеу керек деп, бұл асылдардың ішіндегі ең кереметі деп ойлап кетсе, онда бұны культ деп атасақ болады. Мысалы, TikTokта Тоқаевты мақтаған видеолар, Илон Маск гений деген сияқты әңгімелер көп болып кетсе, онда еш күмәндамастан бұны культтың мысалы деп білуге болады. Культ деген түсіндік, енді өнімділік культі деген не? Бұл жұрттың барлығы бір уақытта ой, біз өнімді болуымыз керек, продуктивті болуымыз керек деп шешкен кезде пайда болады. Окей, ал өнімді деген не? Мысалы, сенің сиырың бар деп есептейік. Ну, допустим, ол екеу болды. Ол сиыр саған сүт береді, осы сүт бұл өнім. Получается, сендегі сиыр бұл өнімді сиыр. Сонда, сенің сиырың қаншалықты көп сүт берсе, соншалықты өнімділігі жоғары, қаншалықты аз берсе, соншалықты өнімділігі төмен деп есептей берсек болады. Окей, бұның бәрі түсінікті. Енді өнімділіктен не жамандық көрдің Азамат деп сұрайсың. Сиыр сүт бергені кайф емес па? Көп сүт берсе тіптен кайф. Я, бұл кайф, бірақ тек сен үшін ғана. Сиыр үшін соншалықты ләззат сыйлайтын жұмыс емес пе? Сол сияқты, адамның мысалында сен қаншалықты көп жұмыс істесең де, сенің өзіңе бұл аса бір керемет нәрсе емес, бірақ сенің бастығыңа как раз таки кайф. Бірақ сен шаршайсың ба, күйеуге шықпай қаласың ба, грыжаң пайда бола ма? Бұл сенің проблемаң. Бастығыңа. Сонда адамдар көп жұмыс істесе басқаларға жақсы, ал өзіне жаман ба? Ну, не всегда. Мысалы, сенің сиырың сүт беретін болса, оның өнімділігін арттырған кезде супер көп беріп кетпейді. Мысалы, 10 литр сүт беретін сиыр 100 литр беріп кетпейді. Әр кетсе бір 20 литр береді. Яғни, адамның да, сиырдың да физикалық мүмкіндіктері шектеулі. Бұл бір. Екіншіден, сиырдың қаншалықты сүт бергеннен бөлек, оның қандай сүт бергені маңызды. Қаншалықты майлы, адамның еңбегі қаншалықты сапалы болып жатыр. Осы да маңызды. Адамның жағдайында оның істеген жұмысы тең емес оның сапасына. Мысалы, бір адам көтін жыртып жүріп 10 сағат жұмыс істейді. Және дәл сол жұмысты екінші адам келеді да 1 сағатта бітіріп тастайды. Былай қарасаң, дым миға сыймайды, бірақ екінші адам жақсы демалатын арқасында осындай мүмкіндікке ие болады. Біздің бастықтарымыз ескеру керек нәрсе бар. Біз қаншалықты көп жұмыс істегенімізбен ол жұмысты жақсы істеп кетпейміз. Как раз осыны кейбір дамыған елдер және сол елдердегі кейбір дамыған компаниялар ескеріп, 4 күндік жұмыс аптасын іске қосып жатыр. Бұның өте қарапайым және өте түсінікті қисыны бар. Жұмысқа неғұрлым көп уақыт арнаған сайын, сол жұмысты соғұрлым көбірек созып жүре беретін әдетіміз бар біздің. Ну, дедлайн қандай болса, жұмысты да соншалықты істейміз. Бұны Паркинсон эффектісі деп атайды. Соны түсінген жұмыс берушілер өзінің жұмысшыларына көбірек демалуға уақыт береді. Сонда олардың жұмысшылары онсыз да берілген уақыттың ішінде осы жұмысты аяқтай алады. Екіншіден, олар көбірек демалатын болған үшін бұл жұмыстың сапасы да артады. Үшіншіден, көбірек демалатын болған үшін олар өздерін бақытты сезінеді. Яғни өмір сапасы артады. Бұл айналып келгенде жұмыстың сапасына да жақсы әсер етеді. Сонда бәріне тиімді. Компаниялардың өзі аз
уақыт жұмыс істеген жұмысшыларға азырақ жалақы төлеуге мүмкіндік болады. Прям сплошной кайф. Осыншалықты қарапайым және логичный нәрсе болса, неге барлық компаниялар оны қолданып кетпейді? Себебі менеджерлар мен HR-лар үшін жұмыстың эффективтілігі приоритетте емес. Олар үшін жұмыстың нәтижесі ғана маңызды. Точнее, өлшеуге болатын нәтиже. Егер адам 9 сағат жұмыс істеп жатыр ма, онда ол жақсы қызметкер. Егер жұмысқа жарты сағат кешігіп келді ма, онда оны жазалау керек. Бар кет бұрышқа. Түсінікті механизм. Жаңа еш нәрсе ойлап табудың дым керек жоқ. Байқасаң, біздің кішкентайымыздан бастап осы механизммен тәрбиелеп келе жатыр. Мектеп кезінен бастап біздің мұғалімдеріміз тапсырманы қаншалықты тиімді орындағанымызды емес, қаншалықты өзі қалағандай орындағанымызды бағалайды. Бір қызығы, бұған жүйе немесе біздің бастығымыз, кішкентай кездегі мұғалімдеріміз ғана кінәлі емес, бұған өзіміз де кінәліміз. Себебі нас это устраивает. Бұл механизм бізге де ұнайды. Мысалы, мен өзімнің диссертациялық жұмысымды әлі бастаған жоқпын. Себебі білем, әлі оны жазуға бірнеше ай уақытым бар екен. Хотя маған өзімнің жетекшім 1000 рет айтып жатыр: Азамат, жаз, қазір бастасаң оңай болады деген. Гүлмира Шайтмағанбетқызы, егер мені көріп отырсаңыз, I'm sorry. Бір жұмысты тезірек орындап, оның орнына жаңа тапсырма алудың не керегі бар? Оның орнына осы жұмысты кешке дейін созып отыра берейін, ал арасында YouTube-қа кіріп қояйын, TikTok-ты қарап отырайын, Telegram-нан диарға жауап жазып жіберейін. Я? Күшті ғой. Шын айтам, мен қазір тура өзім туралы айтып жатырмын. Және мен сендердің көбің мен сияқты екендеріңді білем. Өйткені біз бәріміз жұмыстың эффективтілігі емес, оның өнімділігі бағаланатын білеміз. Яғни көлемі. Біз қаншалықты ұзақ жұмыс істесек, соншалықты көп терледік деп ойлайды. Соншалықты оның бағаланатын білеміз. О, Азамат красавчик деп айтатын білеміз. Также, мен байым таңнан кешке дейін жұмыс істеп шаршап келді деп айтқанын қалап отырамыз. Ал өзіміз офисте түскі ас пен перекурдың уақытын күтіп, минут санап отырып, жай ғана уақыт өткізгенімізге мәз. Сонда ешкім біздің өнімділігімізді бағаламай ма? Мына әлем есінен адасқан ба деп сұрасақ болады. Жоқ, қуанышымызға орай бұл олай емес. Олардың ішінде де бұл қасиетімізді бағалайтыны және бұның уақыт пен ақша тұратынын білетін адамдар бар. Кейінгі кезде өзінің достарының арасында фрилансерлер көбейіп кеткенін байқаған боларсың. Өйткені кейбір компаниялар өздерінің жұмыстарын аутсорсқа беруді үйренді. Олар офис жалдап, оларға кофе машина алып, оларға жалақы төлеп, сосын оларды бақылауда ұстап, оларға мотивация беріп шаршады да, жай ғана тапсырманы беріп қойып, фрилансерлерге ақшасын төлей салған оңай екенін шешті. Бұл жұмыс берушілер үшін расында тиімді. Жай ғана техникалық тапсырмасын және дедлайнын анықтап берді, жарқын жақта өмір сүре бер. Еще бұл арзанырақ шығады есептеп көрсең. Ендігі мәселе сол фрилансерлердің өзінде. Олардың тұрақты жұмыс режимі болмаған кезде, баратын офисі болмаған кезде, тапсырманы қадағалап отыратын бастығы болмаған кезде, бұл жұмысты қаншалықты жауапкершілікпен және қаншалықты өзінің уақытында істеуге дайын. Как раз бұл адамның жеке қасиетіне байланысты. Түске дейін ұйықтап, дедлайныңды ағызып отырған кезде кінәлайтын ешкім таумай қаласың. Гибкий графигің көзіңе тақалғанда орындайтын көп тапсырмаларды бір уақытқа үйіп тастайды. Және ең қызығы, шын мәнінде бұған өзіңнен басқа ешкім кінәлі емес. Мәселенің екінші жағы бар. Жұрттың бәрі біз сияқты кер жалқау емес, және тұрақты және ұзақ уақыт жұмыс істей алатын қасиетке ие адамдар бар. Олардың өзіндік мәселелері бар. Олар аз уақыттың ішіне неғұрлым көп жұмысты атқаруға тырысып, зорығып, мұрны қанағанша жұмыс істеуге дайын. Ал бұның неге апаратынын өзіңде түсініп тұрсың. Эмоционалды күйу, депрессия, өзіңді басқалармен салыстыру, бақытсыздық деген өте көп диагноздар бар. Енді мынау да жұмыс істемейтін болса, не қылмақ керек? Мұны Марғұлан Сейсенбай дерзкі қылып түсіндіріп қойған. Екі нәрсе бар: нәтижелік, тиімділік. Тиімділік дегеніміз ол нәтиже санын шығын санына шаққанда сол тиімділік. Мысалы, егер машинаны алатын болсақ, мысалы бұл қазір машинаға келейін. Ал нәтижелік деген ол нәтиженің санын уақытқа шаққанда. Сол нәтижелік. Мысалы, сен машинеде отырғанда сұрайсың, сен машина қанша шақырым жүреді сағатына? Мен машинем 200
шақырым сағатын жүреді деген, ол сен машинаның нәтижелігін көрсетіп жатырсың. Қанша нәтиже? 200 шақырым 1 сағатына. Продуктивность бұл, Ол результативность немесе продуктивность дейді. Ол нәтижелік. Ал тиімділік деп сұрағанда сен былай айтасың. Менің машинам 100 шақырымға 9 литр бензин жағады. Сонда 9 литр бензиннің ақшаға шаққанда мен айтамын, сенің машинаң жақсы екен, ананың машинасы 15 литр жейді екен. Ақша шақ келмейді, ондай машина ұстауға. Сенің машинаң дұрыс екен, сені кінәлайын деп. Сонда мен тиімділік жағынан қарап таңдаймын машинаны. Сондықтан бұл өмірде нәтижелік ешқашан жақсы нәрсеге әкеп соқпайды. Бір сөзбен айтқан кезде, бұл мәселелердің барлығы адамдар бақыт жолын емес, жетістік жолын таңдаған кезде болады. Бұл таңдаулар адам үшін өте үлкен маңызға ие. Бірақ одан да бөлек маңызды бір нәрсе бар. Ол адамның өзі. Әр адамның ешкімге ұқсамайтын қасиеттері, қабілеттері, өмір тарихы мен тәжірибесі бар. Біреу нан жеген жақсы көретін болса, екінші біреулер спортқа жақын. Біреулер түнде жұмыс істегісі келсе, біреулер вообще интроверт. Осы қасиеттеріне қарай, олардың қажеттіліктері де әртүрлі болады. Яғни маған керек нәрсе саған керек емес. Ол жарға да керек емес. Ол маған ғана керек. Мысалы, интроверттер үшін нетворкер болудың керек жоқ. Қанша жерден сила слабых связей деген темаларды подкасттардан тыңдап алған болса да. Кейбір адамдарға таң атпай ерте тұрып йогамен айналысудың мүлдем қажеті жоқ. Қаншалықты магия отырған оқыған болса да. Біреуге асықпай, байыппен дамыған ыңғайлы. Біреулерге дамыған хипстер болудың қажеті жоқ. Біреулерге жай ғана бақытты болса жетеді. Орманда өзімен өзі өмір сүрсе де жетеді. Ал біреуге реально супер успешный блогер, бизнес-вумен, Жақсотаның төрағасы, подкастер, ютубер, мастер-класс жасайтын адам, коуч, мастер спорта, сторисмейкер, эстет, фотограф, интернет-маркетолог, таргетолог, арасында сексолог, уролог, президенттің оң қолы болуға болады. Кейбір адамдарға реально бұл керек. Өйткені олар өзі бұны қалайды. Олар өзінің потенциалы соған жететінін біледі. Өнімді болмау керек емес. Жай ғана басқалардың барлығы продуктивті болып кеткені үшін ондай болмау керек. Бір нәрсе туралы айтқан кезде, оның иллюзиясы туралы да айтуды ұмытпау керек. Инстаграм декадасы өнімділік иллюзиясының басты күнәһары. Успешный успех ережесі қарапайым блогерлерге ешқандай шанс қалдырмайды. Сондықтан амал жоқ, қайырлы таң қазақ елі деп сторис тұрып алып, қайтадан ұйықтап қалатын және тек таймлапс түсіру үшін ғана жаттығу жасайтын блогерлар қаптап. Өйткені простойларға орын жоқ бұл әлемде. Өнімділік иллюзиясы болған жерде шаршаңқылық имитациясы да болады. Яғни адамдар көп жұмыс істегеннен кейін өзінің көп жұмыс істегеніне сеніп қалады. Және солай шаршау заңдылық қой, яғни өздерін қолдан шаршатып алады. Яғни көп жұмыс істеген адамның түрін жасаған адам көп шаршағанға да ұқсап қалады. Өзі соған сеніп қалады. Сөйтіп шаршаңқылық иллюзиясы пайда болады. Ең қызығы неде дейсің ғой? Ең қызығы адамдар расымен шаршап қалады. Бірақ істеген жұмысынан емес, осы жұмыс істеп жатқан түр жасағаннан шаршайды. Нақтырақ айтсақ, ол шаршағанына сеніп қалады. Бұдан кейін әрине еш нәрсе істегім деген өмірге деген талпынысың да жайына қалады. Ачо, шаршадың, енді демалу керек. Снято. Ой, блин. Саша кеттің ғой. Демалу керек. Nothing can stop me. I'm all the way. I hit him all the way. Өнімділік жақсы әрине, бірақ одан демалу да керек. Өйткені бұл как раз таки өнімділіктің өзіне әсер етеді. Ал демалудың әртүрлі жолдары бар. Соның бірі подкаст. Менің достарым түйме деп аталатын қоғамдағы қарым-қатынастар туралы сөз ететін подкаст жасап жатыр. Және сендердің соны тыңдағандарыңды және соны тыңдап жақсы демалғандарыңды да және сонымен қатар өнімдірек бола түскендеріңді қалаймын және тілеймін. Оларға жазылыңдар және біздің каналға да жазылып қоңыраудың белгісін басуды ұмытпаңдар. Чао. Ал мен кеттім демалуға. Түйме подкастының
кезекті эпизоды. Сіздермен бірге мен, Дастан, мен қоғамды жақсы жаққа қарай өзгерткім келеді, және менің әріптесім, және оның қасында тұрған мен Заңғар. Біз бүгін талқылайын деп жатқан тақырыбымыз ол эмоционалды күйеу синдромы деп аталады. Қазақ тіліне аударған кезде орыс тілінде бұл синдром эмоционального выгорания. Қазіргі таңда өте көп кездесетін жағдайлардың бірі. Өзім жылына 2 мәрте осы синдромның кесірінен біраз жапа шегетінім бар. Ал бірақ біз дайындық барысында